Жанар ас үйде тұрып кешкі ас дайындап жатқан еді. Сыртта қараңғы түсіп, терезеден қала шамдарының жарығы сығалап тұрды. 10 жылдық некеде олардың өмірі тыныш, бірақ бір шама сұрғылт болып қалғандай еді. Балалары жоқ. Нұрболдың жұмысы, Жанардың мұғалімдік қызметі күнделікті айналым. Телефон үстелде қалған. Нұрболдың смартфонына көзі түсті. Ол әдеттегідей құлыпталмаған еді. Жанардың жүрегі бір сәт дүрсіл қақты. Бірақ ол өзін өзі тоқтатпады. WhatsApp'ты ашты. Соңғы чаттардың бірінде әйелдің аты. Жанна. Суреті әдемі, бірақ шаршаған көздер. Соңғы хабар: Нұрланның мектебіндегі жиналысқа бардым. Бағалары жақсы. Сен жіберген ақшаға алғыс. Ол сені сұрап жүр. Жанардың қолы қалтырап кетті. 10 жыл. Олар 2015 жылы үйленген. Сол кезден бері Нұрбол ешқашан басқа әйел туралы айтпаған. Біздің баламыз болады, уақыт келеді дейтін. Ал мына хабар бұл тек бір реттік емес, ұзаққа созылған байланыс сияқты көрінді. Кешке Нұрбол жұмыстан келгенде үйде ауыр үнсіздік орнады. Жанар дастарханға отырғызбай тікелей сұрақ қойды. Нұрбол, сен 10 жыл бұрын бір әйелді жүкті етіп тастап кеткенсің бе? Және сол балаға әлі күнге дейін көмектесіп жүрсің бе? Нұрболдың беті бірден бозарып, көздері төмен түсті. Ол орындыққа отырып, қолдарын бетіне көтерді. Дауысы әрең шықты. Жанар, мен саған айтқым келмеді. Өйткені сен таза едің. Мен сол кезде кір болдым. Сол түні Жанар алғаш рет қонақ бөлмеде ұйықтады. Терезеден жұлдыздарды қарап, өмірдің қаншалықты нәзік екенін ойлады. Махаббат деген не? Сенім бе, әлде кешірім бе? Ол әлі білмеді. Ертеңіне таңертең Нұрбол бәрін толық айтты. Олар диванда отырып, кофе суып қалған. 25 жасында Нұрбол бизнеспен айналысып, ақша табуға тырысқан кезі. Жанна сол кездегі танысқан қыз. Әдемі, еркін, өмірді жеңіл қабылдайтын. Олардың қарым-қатынасы бірнеше айға созылды. Құмарлық, түнгі серуендер, уәделер. Бірақ Жанна жүкті болғанын айтқанда Нұрбол үрейленді. Жұмыс, болашақ, отбасылық армандары бәрі құлдырап кеткендей болды. Ол қашып кетті. Телефон номерін ауыстырып, байланысты үзді. Мен сол кезде өзімді де, оны да ойламадым. Тек қорықтым, деді Нұрбол көздеріне жас толып. Кейін Жанармен таныстым. Сен менің өмірімді өзгерттің. Таза, адал, отбасылық. Мен өзімді кешірдім деп ойладым. Бірақ Жанна хабарласты. Бала туылған. Есімі Нұрлан. Мен ақша жіберіп, кейде көріп тұрдым. Бұл менің күнәмнің құны. Жанар тыңдады. Ішінде ашу, өкініш, қызғаныш бәрі араласып жатты. Неге мен емес деген сұрақ жүрегін тілді. Ол Нұрболды қатты сүйетін, бірақ сол сәтте оны жек көргісі келді. Сен 10 жыл бойы мені алдадың. Әр күні, әр түні, деді, даусы дірілдеп. Мен баланы көргім келеді, және Жаннаны да. Нұрбол басын изеді. Ол бұл шешімді күткен еді. Бірақ бұл шешім олардың некесін сынаққа салатынын екеуі де түсінді. 2014 жыл, Алматы. Нұрбол жас, амбициялы, ақша табуға құштар. Жанна 23 жастағы қыз. Әкесі жоқ, анасымен тұрады. Олар кешкі сауық орнында кездесті. Жанна күлкісімен, еркін мінезімен Нұрболды баурап алды. Бір түн, екінші түн олардың қарым-қатынасы құмарлыққа толы болды. Жанна, мен сенімен болашақ құрғым келеді дейтін. Нұрбол уәде беретін, бірақ іштей қорқатын. Жүктілік туралы хабар келгенде ол дүркіреп кетті. Мен әлі дайын емеспін деп Жаннаның өмірінен жоғалып кетті. Сол кезде Нұрбол Жанармен танысты. Жанар мектептегі жас мұғалім, кішіпейіл, арманшыл. Олардың махаббаты тыныш, терең болды. Үйлену, үй салу, ортақ өмір. Нұрбол өткенді жабуды ойлады. Бірақ өткен ешқашан толық жабылмайды. Жанна жалғыз қалды. Баланы босанып Нұрлан деп атады.
қиындықтарға қарамастан ұлын жалғыз өсіруге бел буды. Ол Нұрболды іздемеді, тек бала үшін ақша сұрады. Жанар Жаннаны тапты. Кофеханада кездесті. Жанна әлі де әдемі, бірақ көздері шаршаған, қолдары жұмыстан қатайған. Мен Нұрболды сүймедім деп айта алмаймын, бірақ ол кеткенде мен оны күтпедім. Тек бала үшін күрестім, деді Жанна кофеге қарап. Сен мені жек көресің бе? Мен сені түсінемін, бірақ Нұрланға әке керек болды. Мен оны мәжбүрлемедім, бірақ Нұрбол өзі келді. Жанар тыңдады. Жаннаның әңгімесінде өмірдің қаталдығы, аналық махаббат, жалғыздық бар еді. Жанар өзін кінәлі сезінді. Ол бақытты болған, ал Жанна қиналған. Мен сол баланы көргім келеді, деді Жанар. Және біз бұл жағдайды қалай шешетінімізді бірге ойласуымыз керек. Жанна басын изеді. Екі әйелдің арасында дұшпандық емес, ортақ ауырлық тұрды. Нұрбол Нұрланды үйге әкелді. 10 жасар ұл, әкесіне өте ұқсас, қара шаш, өткір көздер, бірақ көзінде сақтық пен сұрақ бар. Сен менің әкемсің бе? Неге бұрын келмедің деп сұрады Нұрлан бірден. Дауысы балалық, бірақ ересекше. Нұрбол тізерлеп отырып ұлының қолын ұстады. Ол бәрін айтты. Қорқынышын, қателігін, кешірім сұрауын. Нұрлан тыңдады. Сосын әкесінің құшағына кірді. Жанар бұрыштан қарап тұрды. Жүрегі сынып жатты. Бұл бала оның отбасындағы бос орынды толтыра алатын еді. Бірақ ол басқа әйелдің баласы. Сол сәтте Жанар өзінің әйелдік тағдырын, баласыздығын терең сезінді. Үйдегі өмір өзгерді. Нұрбол аптасына 2 рет Нұрланға баратын болды. Жанар тоқтатпады, бірақ іштей өртенді. Қызғаныш оны түнде ұйықтатпады. Достары ажырас деп кеңес берді. Анасы кешірім сұра, отбасы үшін деді. Бір күні Жанар Нұрболдың Жаннаның үйіне барғанын көріп қалды. Олар тек бала туралы сөйлескен, бірақ Жанардың көзіне басқаша көрінді. Сол түні ол айқайлады. Сен әлі де оны ойлайсың ба? Мен неге жетпеймін? Нұрбол оны құшақтап жылады. Кінәсі оны да қинап жатты. Ол екі әйелдің алдында кінәлі еді. Жанна да қиналды. Ол Нұрболға мен сенің отбасыңды бұзғым келмейді, бірақ Нұрлан әкесінің қалайды дейді. Жанар психологқа барды. Онда ол өзін терең түсініп, ол Нұрболды сүйеді, бірақ өзін өзі сүймей қалған. Әйел ертінде құндылығына күмәнданады. Психолог айтты, кешірім, өзін өзі құтқару, бірақ шекара керек. 3 адамның өмірі тоғысып, әрқайсысы өз жолын іздеді. Мектеп мерекесінде Нұрлан Жанарды шақырды. Ол сурет сыйлады. Әке, ана және өзі. Бірақ суреттің артында және 4-ші адам Жанар деп жазылған еді. Сен менің өгей шешемсің бе? Мен сені ұнатамын, деді Нұрлан. Жанар жылап ұлды құшақтады. Бұл сәт оған жаңа күш берді. Бала жүрекпен таңдау жасай алады. Нұрбол Жанардың алдына тізерлеп отырды. Мен қателестім, бірақ сенсіз өмір сүре алмаймын. Біз бірге балалы боламыз, немесе Нұрланды ортақ тәрбиелейміз. Сен менің отбасымсың. Жанар ұзақ ойланды. Ол өзінің күшін сезінді. Мен кешіремін, бірақ енді мен өзім үшін өмір сүремін. Сен әке бол, мен күшті, тәуелсіз әйел боламын. 1 жыл өтті. Жанар өз бизнесін ашты. Шағын білім орталығы. Нұрбол мен Жанар әлі бірге, бірақ қарым қатынас тереңірек, адалдау. Нұрлан олардың үйіне жиі келеді. Жанна жаңа өмір бастады. Бір күні дәрігер Жанарға сіз жүктісіз деді. Нұрбол оны құшақтап жылады. 10 жылдық қателігім үшін 1000 кешірім. Жанар күлді. Бұл қателік емес, сабақ болды. Енді біздің отбасымыз толық. Күн батқанда 4-еуі Нұрбол, Жанар, Нұрлан және іштегі нәресте саябақта серуендеп жүрді. Өмір ауыр сынақтар береді, бірақ кешірім, жауапкершілік және шынайы махаббат ең терең жараларды да емдей алады. Әр адамның өткені бар, бірақ болашақ ортақ таңдау.